Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Ардақ. Бүгін сіздермен 4 айлық нәрестенің дамуымен бөліспекшімін. Құрметті ана, сізді құттықтаймын. Сіздің нәрестеңіз ойыншықты ұстап, сезіп, тексере бастады. Емізу кезінде сіздің кеудеңізді ұстай алады. Шалқасынан жатып, ойыншықтарды басып, тұтқасымен ойнайды. Арқасымен жатып, иығымен басын көтере алады. Сіздің сәбиіңіз үлкендермен сөйлескенде қатты күледі. Әсіресе сізді басқаларға қарағанда көбірек жақсы таниды. Сізбен әңгімелескенді ұнатады. Нәресте 4 айлығында алғашқы буындарды айта бастайды. Назар аударсаңыз, дыбыстарды көзбен таба алады. Адамдардың дауысына қарап, таныс адамдарды ажырата алады. Дыбыс қай жақтан шықса, сол жаққа қарай бастайды. Сәбиіңіз өз атымен шақырғанын біле алады. Таныс немесе таныс емес адамдарды ажырата алады. Жатырқау пайда бола бастайды. Ұнайтын немесе ұнамайтын ойыншықтарды бөліп көрсетеді. Кішкентай балаға ән айтып, жиі сөйлесу маңызды. Сізге жауап беру мүмкіндігін беру үшін күтуіңіз керек. Балаңызға оның айналадағы көрінісін көрсетіңіз. Жануарлар мен түрлі заттардың бейнелерін де оған көрсетіңіз. Бұл оның танымдық қабілетін арттыруға көмектеседі. Балаңызға заттарды басқаша сезінуіне мүмкіндік беріңіз. Жіптерден бұралған доп, қонжық, жұмсақ текше ішіндегі қоңыраушалармен де ойнатыңыз. Балаңызды әртүрлі бағытта ойнатыңыз. Ояу кезде ырғақты және көңілді қол шапалақтау, ал ұйықтар алдында тыныштық әуендерді естіртіңіз. Бүгінгі ақпарат сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Мені қолдап, қоңыраушаны басып, тіркеле кетіңіз.